Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын. Денсаулығын ойлайтын барша көрермендер, бүгінгі видеода біз қарақұмықтың адам денсаулығына пайдасы мен зияны туралы, оның құрамындағы витаминдер туралы айтатын боламыз. Қызықты ақпараттарды жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар. Және де келесі видеомның тақырыбы қандай болғанын қалайсыздар, комментарийге өз ойларыңызды бөлісе кетіңіздер. Қарақұмық өсімдік дәнді дақылдар мәдениеті. Оның тұқымы адамдарға, кейбір жануарлар мен құстарға азық ретінде пайдаланылып келеді. Қарақұмық тамаша бал өсімдігі, ал қарақұмық балы емдік агент болып табылады. Қарақұмықтың отаны Үндістан мен Непал. Онда олар оны біздің дәуірімізге дейінгі 3000 жыл бұрын өсіре бастады. Көптеген ғасырлардан кейін қарақұмық Қытайда, Жапонияда және Кореяда пайда болды. 11 ғасырда Европа елдерін жаулап алды. Европада қарақұмық бал өсімдігі ретінде өсіріледі, ал тұқымдары дәріханада дәрі ретінде сатылады. Қарақұмық ботқасы Ресейде танымал, сондықтан Ресей әлемдегі ең ірі қарақұмық өндірушісі болып табылады. Қарақұмық экологиялық таза азық-түлік өнімі, ол генетикалық модификацияланбаған. Оны өсіру кезінде химиялық тыңайтқыштар мен пестицидтер қолданылмайды. Зауыт арам шөптерден қорықпайды. Қарақұмықтың екі түрі бар. Жасыл ұнтақталған, ол қуырылған емес, тірі түрінде. Ол өңделгенге қарағанда 2 есе қымбат тұрады. Екінші түрі қоңыр ядра, ол қуырылған. Қарақұмықтың құрамында кездесетін витаминдер А, В1, В2, В6, В9, П витаминдері, макро және микроэлементтер бар. Оларға фосфор, темір, селен, молибден, кобальт, никель, титан, диеталық талшық, амин қышқылдары, лизин және метанин. Қарақұмықтың ағзаға пайдасы мен зияны туралы айта кететін болсақ, бұл төмен калориялы және қанағаттанарлық өнім. Қарақұмық тағамдары дене салмағын бақылайтын және спортпен айналысатындардың барлығына пайдалы. Қарақұмық адам рационында етті алмастыра алады, бірақ ол бұршақ дақылдарынан төмен. Қарақұмық ботқасын үнемі тұтыну ағзадағы зат алмасуға оң әсер етеді, жүрек жұмысын тұрақтандырады, ағзадағы зиянды токсиндерді кетіреді. Егде жастағы адамдарға диетаға қарақұмық қосу ұсынылады. Қарақұмық фолий қышқылына бай болғандықтан жүкті әйелдерге қарақұмық жеуге кеңес беріледі. Қарақұмық балы, сиыр бауыры қосылған қарақұмық ботқасы анемияға көмектеседі. Атеросклероз, гипертония, скарлатина, қызылшада отварлар қолданылады. Ревматизм мен геморроймен, артритпен, қарақұмық шөптерінің инфузиясымен қайнатпалары көмектеседі. Қарақұмық шөбі құрғақ жөтелге қарсы тиімді экспекторант болып табылады. Қарақұмықтың құрамында рутиннің болуына байланысты қарақұмық шикізаты қан тамырларының ауруларын емдеу үшін қолданылады. Қарақұмық ботқасы қант диабетімен ауыратын науқастарға жарамды. Қарақұмықтың зияны бар ма? Қарақұмық құрамында рутин бар, сондықтан қанның ұюы жоғарылаған адамдарға жарамайды. Қарақұмықтың сүтпен жеу жағымсыз, өйткені мұндай тағамдар қорыту үшін ағзаға әртүрлі ферменттер қажет. Сүт пен қарақұмықты бір мезгілде тұтыну диарея мен ас қорытуды тудыруы мүмкін. Осы шектеулерге қарамастан дәнді дақылдарды диетадан шығаруға болмайды. Ақылды тұтынған кезде ол дененің барлық мүшелері мен жүйелерінің жұмысына көмектеседі. Тәулігіне 150-200 грамм жарма норма болып саналады. Қарақұмықтың жаңа гүлдері, сабақтары мен жапырақтары улы. Оларды қолданар алдында кептіру керек. Өсімдіктің құрамындағы фагопериннің улы әсері бар. Қарақұмық диетасы. Артық салмақтан арылғыңыз келе ме? Қарақұмық жеңіз. Сізге оны пісірудің қажеті жоқ. Жуылған 1 кг жарманы қайнаған сумен құйып, жабық контейнерде түнде қалдырыңыз. Bir күн ішінде сіз бәрін 3-5 рет тамақтандыруыңыз керек. Тек ботқа, тұзсыз, майсыз және дәмдеуіштер жоқ. Су немесе жасыл шай ішіңіз. Талшық, паникол сияқты ішектерді токсиндерден тазартады және денеден артық суды кетіреді. Пайдалы элементтер мен күрделі көмірсулар сізді аштықтан сақтайды. Бірақ монодиетаның кемшіліктері бар. Қарақұмықта май аз, ол теріге және шашқа қажет. Сондықтан денені тазарту үшін 3-4 күндік қарақұмық диетасы жеткілікті.